Ассалаумағалейкум құрметті қазақ елі. Қазақстан Республикасы президенті Тоқаевқа, энергетика министрі Ақшолақовқа, Маңғыстау облысының әкімі Ноғаевқа, Жаңаөзен қаласының әкімі Ибағаровқа үндеу. Бүгін 28 наурыз 2022 жыл. Жаңаөзен қаласының әкімдігіне қарасты Өзен энергосервис мекемесінің жұмысшылары сізге еңбек ұжымындағы жұмыскерлер тарапынан өткізіліп жатқан ереуілге байланысты Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнама талаптарында көзделген жағдайларға сәйкес татуластыру комиссиясы және еңбек арбитражының комиссиясы құрылып, тиісті хаттамалық шешімдер қабылданды. Алайда тараптар мәмілеге келе алмауына байланысты Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 172 бабына сүйене отырып, ереуілде тұрмыз. Біздің жұмысшылардың талаптары ең төменгі жалақы мөлшері 250 мың теңгеге көтеру. Екінші, бір жолғы сыйақылар төлеу. Соның ішінде 8 наурыз әйелдер күніне 10 МРП, 22 наурыз мейрамына 20 МРП, энергетиктер күніне 20 МРП, тәуелсіздік күніне 20 МРП. Үшінші, әлеуметтік пакет толыққанды төленсін. Жаңаөзен қаласының әкімінің орынбасары Изгалиев және ЖКХ басшысы Таңатов Өзен энергосервис басшыларымен бірлесе отырып, жалақымызды 10%-ға көтеруді ұсынды. Біздің жұмысшылар бұл ұсыныспен келіспейді. Себебі мекеме жұмысшыларының ең төменгі жалақысы 70 мың 90 мың теңге аралығы. Оның 10%-ы 7 мың теңге 9 мың теңге. Қазіргі таңда нарықтағы инфляцияға байланысты алатын жалақымыз айлықтан шайлыққа жетпейді. Егер жоғарыдағы айтылған талаптарымызды орындауға мекеменің қаржылық жағдайы көтермесе, Өзенмұнайгаз балансына қосуыңызды талап етеміз.